Good morning деп қуаныш екеуміз осылай 9 июнь күні таңертең оянып алып, өйстіп отырдық өзімізге қарап, любоваться етіп. 9 июнь Дарьюшаның туған күні. 2017 жылы ғана Дарья осы бірге ғана туған болатын. Осы жылы 7-ге толды, үлкен қыз болды. Құттықтаймыз дедік. Салауат шықтым. Важный жұмыс бітірейін деп. Сырғанып кеттім ұқтықтай. Кешке түнде жатқанда шешпесейдім. Тағылмай қатты. Сондағы важный жұмысым менің Дарьяның туған күніне арналған тортты барып алу керек болатын. Мына торт, осыны алып аэропортқа бардық. Осындай күшті жер ашылған. Сол жерде Дарьяның туған күнін атап өтейік деп Назым шақырды. Мына жер негізі үлкендеу балаларға ойнағанға жақсы екен. Мына жері Аңсар мен Дарья секілді өздері жүгіріп ойнайтын. Біз осы жерде біраз отырдық. Сосын осындай кішкентай балаларға арналған жерге келдік. Бұл жерде Қуаныш жақсы ойнады. Мынау типа песочница секілді. Ұсақ тастар. Бұларды аузына сала ма деп ойлаймын. Әйтеуір салмады. Және де әртүрлі мультиктердің тематикасымен жасалған кабинкалар бар екен. Біз мынандай Disneyland тематикасында жасалған кабинкада отырдық. Микки Маустар бәрі осылай күшті жасалған екен. Фотоға да түсіп алдық, естелік болсын деп, бірақ Дарьясыз екен. Соны ойнап, Қуаныш осы жердің бұлқан-талқанын шығарып тастамасын деп қайтатын болдық. Міне Яя парктың алды осындай. Шыққан соң осында біраз отыра тұрдық. Бәрі жиналып шыққанша. Бұл Яя парк Мазы жақта, Аль-Шимали жақта орналасқан. Өте күшті жер екен. Балалар шарикпен ойнап жүр. Күшті болды бүгін туған күн деп жақсы настроениемен қайтып бара жаттық. Бәрі шығып бара жатыр. Назым келе жатыр. Заттарын көтеріп, заттар емес, Мәриямды көтеріп апты ғой. Содан кейін Дарьямен бір фото болсын деп фотоға түстік.